Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңдер. Бүгін сіздермен қаламқас. Сіздерге бүгін өте керемет жаз айында таптырмас сусын, яғни қарбыздан жасалынатын соқтың рецептін сіздермен бөлісемін. Яғни бізге бір қарбыз қажет. Ең алдымен қарбызымызды жақсылап сыртын жуып аламыз. Сосын жуып алып, төбесін дөңгелекше етіп кесіп аламыз. Яғни қазір біз блендермен езетін болғандықтан көлемділеу қылып кесеміз. Жақсылап кесіп алып, блендердің көмегімен қарбызымызды еземіз. Яғни ішінен суығы шыққанша жақсылап езіп аламыз. Дайын болған суымызды ситодан өткіземіз. Себебі бұның дәнектерінен жаңағы ішіндегі жалбыздарынан ажыратып аламыз. Бізге тек қана ішіндегі суы қажет, дәнексіз. Ситоның көмегімен осылай таза ыдысымызға соғымызды сүзіп аламыз. Жақсылап сүзіп аламыз. Сіздерге айтар кеңесім, көбірек блендерлеңіздер, сонда дәнектері майдалау болады. Егер көп блендерлемесеңіз, только езілген болса, онда ситодан өту қиын болады. Осылай жақсылап құйып аламыз, сүзіп. Мінеки, осылай сүзіп алынды, соғымыз дайын. Қантында ештеңенің қажеті жоқ. Әсемдеу үшін мен стаканға лимонның бір тілімін салдым. Осылай стаканға құйып, балаларға ұсынсаңыздар болады. Қазіргі жаз айында өте жақсы шөліңді басатын қарбыздың сезонында жасауға сіздерге кеңес берер едім. Балаларыңызға жасап беріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Яғни күнделікті менде жаңа рецепт шығады. Сіздермен бірге болған қаламқас.